Енді осы намаз мысалы оқымай, осының барлығын тыңдап, немқұрайлы қарап жүргендерге қасиетті шариғатымызда қандай жаза бар? Дүниелік жазасы және ақиреттік жазасы. Енді жаза жайында айтып жатыр қоймады бір сауабында айта кетейік. Бір кісі айтады, бір мешітте уағыз қылдым дейді. 10 күн жәннат жайында, 10 күн тозақ жайында. Планым бойынша солай дейді да. Бір ғалым кісі ғой, бір араб елінде. Сөйтіп тозақтан бастадым дейді жаңағы. Ой, адамдар шошып. Уже 5-6 күні бүйтіп мешітке былай кіреді. Жаңағы түрлері, өңдері қашып кеткен дейді да. Онға дейін апаруға мен өзім жаңағы жаным ашып кетті. Жәннат жайында сабақ бастап кеттім дейді ғой. Сол айтайын дегенім, бірінші қазір айтып алайық, сосын бар артынша сауабында айта кетейік енді иншалла. Енді шынымен намаз оқымаған адамның жазасы өте ауыр. Алла Құранда тозаққа түсіп кеткен адамдарға қояды ғой сұрақ. Ма салакакум фи сақар. Сендерді осы тозаққа түсірген не нәрсе деген. Айтатын нәрсесі лам наку минал мусаллин. Шіркін біз намаз оқымайтын едік қой деп айтады дейді. Намаз оқымайтын едік қой деп айтады дейді. Бұл өте бір қорқынышты аят. Өте бір адамның жүрегіне қорқыныш ұялататын. Тағы бір аятта фахалафа халфун жаңа бір аят бар. Ұмытып тұрмын, ұстаз, есіме салып жіберсеңіз. Фахалафа халфун мин бa'дихим адаa'у ссалата ваттабa'у шахавата васайалқауна ғайя деп келетін осындай бір жаңағындай бір адамдар келеді дейді ертең. Намаздарын тастап қояды да олар. Сөйтіп тозақпен бірге кезігеді дейді. Яғни намазды тастап қою тозақпен бірге кезігу деген сөз. Тіпті намазды тастап қою емес, қаза қылудың өз жазасы не емес, жеңіл емес. Алла Тағала Құранда фауайлул лил мусаллин, міне сондай намазхандарға уайыл тозағы болсын деді. Қандай намазхандар? Аллазина хум ан салатихим сахун. Намаздарына немқұрайлы қарап соны қаза қылатын адамдарға деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай нәрсе, Құранда осындай үгіт келіп тұрды. Яғни қорқыныш қой бұл, жүректе бізде қорқу керек бұл. Ертең Алла Тағала қасиетті Құран Пайғамбар саллаллаху хадисінде айтады ғой. Аувалу ма юхасибу бихил абду фи яумил қиямати ас-сала. Қияметте ең бірінші есепке тартылатын нәрсе бұл намаз дейді. Егер намаздан аман есен өтсе дейді, қараңызшы, онда ары қарай жеңіл өте береді дейді. Ал егер намаздан өте алмай қалса дейді, фәсәдет, құлақ қалды емсиғаннан намаз деген, онда ары қарай да бүкілі бекер болып кетеді. Жашар болып кетеді. Сол кезде осы ұстазымыз түсіндіреді. Есеп деген не? Намаздан есеп алады деген. Қабірдегі ол